барлық жерде бар. Топырақ ылғал мен мұздықтардан бастап денеміздегі жасушаларға дейін кездеседі. Тұрғылықты жеріне, ағзадағы майдың мөлшеріне, жас және жыныс сияқты факторларға байланысты адам организмі орташа есеппен 55-60% судан тұрады. Туылған кезде нәрестелерде су мөлшері одан да көп болады. Олардың денесінің 75% судан тұрады және құрамы жағынан балықтың денесіне ұқсайды. Бала 1 жасқа толғанда денесіндегі су мөлшері 65%-ға дейін азаяды. Сонымен біздің ағзамызда судың рөлі қандай және сау болу үшін қанша су ішуіміз керек? Біздің денеміздегі су буындарды амортизациялау және майлау қызметін орындайды, дене температурасын реттейді және ми мен жұлынды нәрлейді. Су тек қанның құрамына ғана кірмейді. Ересек адамның миы мен жүрегінің 4/3 бөлігі судан тұрады. Бұл бір бананның құрамындағы ылғал шамасына тең. Өкпе су құрамы жағынан алмаға ұқсайды, 83%. Тіпті құрғақ деп көрінетін адам сүйегінің құрамында 31% су бар. Егер біз іс жүзінде судан жасалған және сумен қоршалған болсақ, онда неге әлі де су ішуіміз керек? Күн сайын біз тер, несеп және ішектің босатылу арқылы тіпті тыныс алу кезінде 2-3 литр су жоғалтамыз. Бұл функциялар өмір сүруімізге өте қажет болғандықтан, сұйықтықтың жоғалуын толықтырып отыру керек. Судың теңгерімді деңгейін сақтау, сусыздану немесе гипергидратацияны болдырмау үшін қажет. Бұның екеуі де денсаулыққа айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін. Судың төмен деңгейі бірінші анықталған кезде мидың гипоталамусындағы сезімтал рецепторлар антидиуретикалық гормонның шығарылуы туралы сигнал жібереді. Бұл гормон бүйрекке жеткенде бүйрек аквапарин түседі. Бұл қанның көп су сіңіруіне және оның қанда сақталуына мүмкіндік беретін каналдар. Оның әсерінен зәр концентрациясы жоғарыланып, түсі қанығады. Ұзақ уақытқа созылған сусыздану энергияның жоғалуына, құрғақ тері, қан қысымының төмендеуіне және когнитивті бұзылыстар белгілеріне әкелуі мүмкін. Сусыздандырылған миға қалыпты ми орындайтын жұмысты орындау қиынырақ. Тіпті судың жетіспеуіне байланысты оның көлемі уақытша азаяды. Гипергидратация немесе гипонатремия әдетте қысқа мерзімде суды шамадан тыс тұтынудан туындайды. Гипергидратацияға жиі шалдығатындар спортшылар. Ауыр физикалық күш салу кезінде су деңгейін реттеу қиындықтар туғызады. Егер мидың сусыздануы антидиуретикалық гормонның шығарылуын күшейтсе, онда мидың гипергидратациясы оның қанға түсуін баяулатады немесе тіпті тоқтатады. Натрий электролиттері организмде еріп, жасушалардың ұлғаюына әкеледі. Ауыр жағдайларда бүйрек гипотоникалық зардың пайда болған мөлшерін жеңе алмайды. Осыдан су интоксикациясы пайда болып, ол бас ауруы мен жүректің айнуын тудырады, ал сирек жағдайларда құрысулар басталуына немесе өлімге әкелуі мүмкін. Бірақ бұл төтенше жағдайдың салдары. Таза ауыз су қолжетімді адамдар үшін күнделікті өмірде ағзадағы су мөлшерін реттеу өте оңай. Ұзақ уақыт бойы адамдарда күніне 8 стақан су ішу керек деген пікір болды. Содан кейін бұл мөлшер нақтыланды. Қазіргі кезде адамға қажет су мөлшері салмақ пен қоршаған ортаға байланысты деп саналады. Ұсынылатын күнделікті норма ерлер үшін 2,5-тен 3,7 литрге дейін және әйелдер үшін 2-ден 2,7 литрге дейін аралықта. Егер сіз сау, белсенді, егде жаста немесе қызып кетсеңіз, қажет су мөлшері артады. Су ылғалдың ең пайдалы көзі болып табылады. Сонымен қатар құрамында кофеині бар кофе немесе шай сияқты басқа сұйықтықтар да судың қорын толтырады. Ал тамақпен бірге алынған су күнделікті норманың 5-тен 1 бөлігі. Мысалға, құлпынай, қияр және брокколи сияқты жемістер мен көкөністерде 90%-дан астам су бар. Олардың көмегімен витамин мен талшықтың қорымен қатар сұйықтық қорында толықтыруға болады. Суды жеткілікті мөлшерде тұтыну ұзақ мерзімді пайдаға әкелуі мүмкін. Зерттеулер көрсеткендей, суды оңтайлы тұтыну инсульт қаупін азайтады, қан диабетімен күресуге көмектеседі және кейбір қатерлі ісік ауруының пайда болу қаупін азайтады. Қалай болса да, суды дұрыс тұтыну әл-ауқатты, ойлау процесін және дененің күнделікті жұмысын толығымен өзгертеді. Сіздермен болған IQ. Келесі видеоларда кездескенше.